Бүгін ширек финалдық сайыстардың екінші ойынында тағы 5 команда өнер көрсететін болады. Командалар сахнаға. Сонымен таныс болайық. Жамбыл облысы Шу қаласы Шучу. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы қтж.kz Астана қаласы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, тек қана қыздар, Алматы. Қырғызстан Республикасы Бішкек қаласы, Позитив. Және Оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай қаласы, Сырдария университеті, Сырдария құрамасы. Ал енді бүгінгі сайысты бағалайтын қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Құрамында ардагер жайдарманшы Максим Рожин. Ардагердің де ардагер жайдарманшысы алдан жыл келді. Танымал тележүргізуші Мейіржан Әлібекұлы. Танымал кино және театр әртісі Әділ Ахметов. 2015 жылғы жайдарман сайыстарының жоғары лига бойынша чемпиондары. Бірнеше атағы бар. Бірақ енді Әділ өзі сондай қарапайым жігіт, сондықтан да көп айтқанда ұната бермейді. Бірақ айтып қалайық енді айтатын жерде. Және қазылар алқасының төрағасы қоғам қайраткері Мұрат Әбенов. Қымбатты достар, кішкене бой қыздырып алайық. Құрметті қазылар алқасы, көрермен, алдымен командалардан бір-бір әзіл шумақтан көрейік. Ұнағаны, яғни қазылар алқасының көңілінен шыққаны 0,2 ұпайға ие болады. Шучу! Ән. Таңғы елес, мұның бәрі шуда емес. қтж.kz Гаку, 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 гагагай, гаку, гай, гаку, гай. Бір-біріне көз алмай қарап, мәжілісте бірнеше бейне. Оларды бір заң мазалап, отырады шуақты күйде. Сайлап алдық депутат, әнім саған арналар. Көрермен соқса шапалап, ол орнынан тұрып қояр. Геннадий Жиповский. Тек қана қыздар. Құрметті достар, өздеріңіз білесіздер, қыздар көрген емес, естігенін айтады. Ендеше рас өтірігін білмеймін, әйтеуір құлаққа жеткен әңгіме жүректен ән болып шықсын. 11.000 шөлмек сылдыр етеді, сыңғырлар таққан сырғадай. Бюджеттен сонша ақша кетеді, ұйқымды қайтсын ұрламай. Ал енді біздің қонақтарымыз Позитив Бішкек. Актуалды ән, барыңыздар білгендей, Қайрат клубына Андрей Аршавин келген, білесіздер. Кеттік ошол Қайрат клубына арналған ән. Оу, ақша үшін ойнап жүру байқа. Жақсы. Жетісай, Сырдария. Ал кет. Біздікі саяси емес, бірақ қазақтың әні. Геннадий Головкиннен оңбай жеңіліс тапқан
қарсыласымыздың әні. Кейде қатты, кейде жай, мен жайында ойламай ұрады ол. Неге мені? Бұлбұлдар сайрайды, жұлдыздар жайнайды көз алдында. Қазір алқасы, қай команда? Біз енді екі команда тең шықты, позитив және тек қана қыздар. Екеуіне де бәсекелесті. Онда 0,1 ұпайдан бөліп берейік. Солай. Жақсы. 0,1 ұпай позитив, 0,1 ұпай тек қана қыздар.